Қайырлы күн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым. Жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей мен дәрігер Маратбековна. Бүгінгі айтатын тақырып ол балаларға арналған салаттар болады. Көптеген мен ютубтағы оқырмандарым сұрауы бойынша дұрыс тамақтану, пайдалы тағамдар жайлы айтыңызшы дегеннен кейін осы тақырыпты алып отырмын. Бүгін как раз балаларға қызылшадан салат істеп едім. Соны сіздерге айтып берейін. Жалпы қызылша мен алма бір-бірімен күшті үйлесімді, дәмді болады бұл салат. Әрі балалар үшін жеп болғаннан кейін тістері қызарып, тілдері қызарып, ерекше көңіл-күй сыйлайтын салат. Жалпы мен балаларға кез келген нәрсені беретін кезде оның пайдасын түсіндірем. Бұл не үшін пайдалы, бұны жегенде организмде қандай өзгерістер болады, соның бәрін айтқаннан кейін бала түсініп, үлкен қызығушылықпен рахаттанып жейтін болады. Менің қыздарым тіпті кез келген нәрсені жейтін кезде мама қараш, мына нәрсе не нәрсеге полезный, қандай өзгерістер болады деп үнемі сұрап отырады. Мысалы, қарапайым ғана осы қызылшаны жейтін кезде оған қызығушылығын арттыру үшін, егер сен мына қызылшаны жейтін болсаң, көзіңнің көргіштігі жақсарады, себебі бұның құрамында витамин А бар деп айтамын. Қазір осы свекладан 5 қасық жейтін болсаң, сенің организміңде Б витамині көбейіп, миың күшті жұмыс жасайтын болады деп тағы қызықтырып қоям. Ал 2 жастағы осы қызым витамин жайлы түсінбейтін болғандықтан, оған «Кәне тісіңді көрсетші, вау, сенің ерінің қызарып кетіпті» деп оның әдемі етіп жатқандығын түсіндірем. Мамалар әбден организмдегі өзгерістер туралы айта бергеннен кейін, ортаншы қызым тіпті кіші дәретке шыққан кезде оның түсі өзгергенін байқапты. Сразу мені шақырып, мама қараш, не болып кеткен түсі деп жатыр. Свекла жегеннен кейін осылай зәрдің түсі өзгереді деп бір жағынан медициналық білімін де арттырып қойдым. Енді ол бұдан кейін кез келген жеген тағам оның зәріне, нәрсінің өзгерістеріне алып келетініне үнемі біліп жүретін болады. Мен бұл салатқа особо еш нәрсе қоспадым. Кәдімгі свекланы алып, қайнатып, 4 штук. Сосын үстіне 2 алма қостым, турадым. Тұз, қант, еш нәрсе қосқан жоқпын. Жай ғана екеуін араластырып қойдым. Енді жалпы организмге қызылшаның қандай пайдасы бар, оны қайнатпай жеген дұрыс па, әлде шикілей жеген дұрыс па, сол жайлы айтайын. Негізі қызылшаны шикілей жеген пайдалы. Себебі осылай оны қайнатпаған кезде құрамындағы витаминдер, минералдар өзінің орнын сақтап тұрады. Ал егерде оны қайнататын болсақ, олар кішкене өзгеріске ұшырап, ыстықтың әсерінен жойылып кетуі мүмкін. Сондықтан да ғалымдардың зерттеуі бойынша қызылшаны 20 минуттан артық қайнатпау керек. Мен әзірге сәбізді солай шикілей берем, ал қызылшаны пока жеп үйренсін, бірінші танысы болсын деп оны осылай пісіріп беріп жүрмін. Пісірген кезде де барлық витаминдер прям жойылып кетпейді, бірақ ішінде сақталатын түрлері де бар. Енді бұның қандай пайдасы бар, құрамында не бар, соны толық айтайын. Қызылша жердің астында, топырақтың астында өсіп жетілетін көкөніс болғаннан кейін, оның құрамында минералдар өте көп. Магний, железо, әсіресе железо дефицитный анемия кезінде жеген жақсы. Ұйқысы дұрыс емес, ашуланшақ адамдар үшін де свекланың пайдасы зор, себебі құрамында магний бар. Қалқанша безінің қызметін жақсарту үшін де қызылшаның көмегі зор, себебі оның құрамында молибден, йод, марганец секілді Менделеев таблицасында кездесетін көптеген химиялық элементтер бар. Жалпы ағзаға ең бірінші, егер де давлениесі жоғары адамдар болатын болса, оларға осы қызылшаның согын ішкен пайдалы, себебі ол давлениені керісінше төмендетіп түсіруге жақсы көмекші. Үнемі ауырып қала беретін ОРВИ, грипп болып ауыратындар үшін қызылшаның пайдасы ол иммунитетті тез көтереді. Сонымен қатар құрамында именно осы түйінінде беталайн деген пигмент бар. Ол өте мықты антиоксидант болып саналады, свободный радикалдармен күшті күреседі. Ал бауырын май басып жатқан қазір өте көбе сондай жировой гепатоз деген УЗИге түскен кезде прямо сондай диагноздар жазып береді. Қазір егер де сондай адамдар болатын болса, бауырдың жұмысын жақсарту үшін қызылшаны жеп тұру керек.
Ең жиі байқайтыным осы қызылшадан жасалынған салаттарды жегеннен кейін, немесе қайнатып жегеннен кейін запор болып жүрген адамдар сразу по большому баруға жүгіреді. Себебі ішектің микрофлорасын, моторикасын реттейді. Сонымен қатар үлкен дәреттің уақытылы шығып отыруын реттеп отырады. Плюс еще құрамында клетчатка, су, сосын калориясы төмен болғандықтан диетический тамақ деп айтуға болады. Салмақ тастау үшін керемет көмекші.